Баршаларыңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен нан салма жасайтын боламыз. Әр өңірде әртүрлі аталатын бұл тағамды сіздерде қалай аталатынын видеоның астына жаза кетсеңіздер болады. Алдымен етімізді көбіктеп турап аламыз. Құрметті менің оқырмандарым, сіздерді бүгінгі келіп жеткен қасиетті Рамазан айымен құттықтаймын. Оразаларыңыз қабыл болсын. Ораза ұстаған жандарға Алла жеңілдігін берсін. Картопымызды, сәбіз пиязымызды жуып тазалап, осылай көбіктеп турап шығамыз. Және де мен мұнда тәтті болгар бұрышын қостым. Сіздерде болмаса қоспасаңыздар да болады. Осылайша табамызға кішкене майымызды құйып, қыздырып, пиязды және етті салып қуыратын боламыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш, кішкене приправа және де томатымызды салып араластырып аламыз. Көкөністерімізді салып, жақсылап араластырып, бір кесе суымызды құйып, табамыздың бетін жауып бұқтырамыз. Жанына осылай жұмыртқамызды пісіріп аламыз. Осылайша біздің подливамыз пісіп жатқан уақытта тамағымыздың қамырын жасауға кірісеміз. Бір кесе су, бір жұмыртқа және бір шай қасық тұзымызды салып, тұзымыз ерігенше араластырып болған соң, ұнымызды салып қамырды илейміз. Қамырымызды жақсылап илеп болған соң, тынығуға 10-15 минут уақытқа бетін жауып қоямыз. 10 минуттан кейін кішкене бір қайтарып жіберіп, қайта 5 минутқа қойып қоямыз. Осы уақыт аралығында кастрөлімізге су құйып, кішкене тұзымызды салып, бетін жауып, қайнатып аламыз. Июі қанып тұрған қамырымызды алып, кішкене ұн сеуіп жіберіп, қамырымызды жайып аламыз. Осылайша қамырымызды біркелкі жұқа етіп жайып болған соң, оқтауымызға орап, дәл видеодағыдай кесіп аламыз. Дайын болған қамырларымызды қайнап тұрған суымызға салып, пісіріп аламыз. Құрметті қыз-келіншектер, отбасыларыңызды ораза айында ауызашарға дәмді тамақтар жасап қуантудан жалықпаңыздар. Егер сіз ораза ұстамаған болсаңыз, ораза ұстап жүрген жандарды тойдырып, Алладан сауап алыңыз. Міне қыздар, біздің қамырымыз пісіп шықты. Кішкене салқын су құйып жіберіп, оттан аламыз.
Осылайша ыстық подливамызды алып, қамырымыздың бетіне жайғастырамыз. Жақсылап арасына ашып салып жібереміз. Ал мінекей қыздар, осымен біздің тамағымыз дайын болды. Баршаңызға ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдыда өте керемет рецепттер түсіретін боламын. Баршаңызға ас болсын. Рахмет.